Ғұмыр деген бір тамшы жас деген екен Бауыржан Момышұлы. Расында да солай. Көзден шыққан жастың адам бетінде дөңгеленіп тұрып, үзіліп түсуін бір адамның ғұмырының тәмам болуына теңелгені ғажап. Адам тағдыры соншалықты қысқа болғаны ғой сонда. Қан майданда мерт болған Мәншүк Мәметова тіпті 21 жасқа да толмаған. Мәншүк Мәметованың бар ғұмыры осы еді. Әттеген-ай, бір тамшы жас байқаусызда үзіліп түскен. Ел қорғауды бесікте жатқанда үйренгенмін дегендейін, отан сүйгіштік қасиет Мәншүкке ана сүтімен берілген. Оны белі қайысқан қаршадай қыздың жаумен жағаласқанынан байқауға болады. Кез келген адаматтың жері мен елі қасиетінен айырылса, онда адамның адамдығы қайсы. Міне осындай темірдей қағиданы бойына сіңірген қазақ қызы оқпен от борап тұрған кезде де қайтарлығын жоғалтпаған. 1941 жылы ел аспанына қара бұлт үйірілгенінде жас қыз қайратын жаныған, өзі сұранып отан қорғауға аттанған. Мен ер адаматтан қалыспаймын, жаумен ақтық деймін қалғанша шайқасамын деп жауды аямайтынын байқатқан. Жас қыздың өз еркімен майданға сұранған өтініші бірнеше рет қанағаттандырылмаған. Осындай бір өтініші Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің әскери бөлімінің меңгерушісінің араласуымен тура Сталиннің өзіне де жеткен. Бұл өтінішке Мәншүк Мәметованың патриоттық өтініші қанағаттандырылсын деп Иосиф Сталин қол қойған. Осыған 1942 жылдың 30 наурызындағы Мәншүк Мәметованың Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің хатшысына жазған хаты дәлел бола алады. Хатта: құрметті Ахметжан Қойшығұлович, мен сізге өзімнің ризалығымды білдіргім келеді. Сіздің араласуыңызбен мен қазір жауынгермін, қызыл әскер қатарында қызмет етемін. Мен сіздердің сенімдеріңізді ақтаймын деп уәде беремін деп жазылған. 1941 жылдың аяғына қарай Алматыда 100-ші ұлттық атқыштар бригадасы құрылып, соғыс өрті жалындап тұрған аймаққа аттанған болатынды. Осы бригада құрамында қазақтың қаһарман қызы Мәншүк те бар еді. 100-ші атқыштар бригадасының құрамында Мәншүкпен бірге соғысқан майдангер Сұлтан Жиенбаев былай дейді. Не были там очень жестокие бои были с нами вместе, как вам известно, была Мәншүк Мәметова. Она была пулеметчицей. Вначале она была инструктором, потом по ее просьбе ее перевели в пулеметчицей. Она очень смелая такая, очень решительная такая была девушка молодая. Мы даже удивлялись. Сама ростом она маленькая такая, но очень боевая. Даже когда была инструктором, раненых, даже больших таких здоровых людей сама перетаскивала из поля боя в самбат. Я как раз под Великий Луг был ранен, она меня перевязывала, в этом в книгах написано. Я, правда, лежал там, не в госпитале, уже там блиндажи были такие. Она приходит, смотрит на всех раненых, и на меня посмотрел, погладил мне голову. Ой, Султан, я глаза открыл. Она говорит: Султанджан, молодец, но быстрее поправляйся, без тебя, говорит, будет тяжело к комбату. Она так сказала. Вот тогда я ее запомнил, такая хорошенькая девушка, черная. Вот. И когда ее перевели в пулеметчицы, она там тоже проявила себя героически. И в жестоких боях вот, ей попала мина, разорвалась около нее, и она героически погибла. Қазақстандық батырларды іздеп, олардың әруақтарына тәу етуге барған жерлестер Кеңестер одағының батыры Мәншүк Мәметова ерлік жасаған жерге асығып келеді. Жан-жағын орман қоршаған Ресей жері жап-жасыл. Бұдан 69 жыл бұрынырақ соғыс өрті шарпыған аймақтың тас жолмен алға зулап келеміз. Жолдың екі жағы дөңес-дөңес дөңпешіктер, ойдым-ойдым жерлер. Бұларды соғыстың болғаннан хабар беретін белгілер десе де болғандай. 3,5 жыл неміс фашист басқыншылығында болған өңірдің адамдары қарапайым кекселеу көрінеді. Окоп пен траншеялардан жырым-жырым жерді көргенде құлағыңызға соғыстың дауысы келгендей болады. Алматыда 100-ші қазақ ұлттық атқыштар бригадасы 39-ші армия құрамында 1942 жылы 25 қарашада тұңғыш рет ұрысқа кірген. Одан соң 1943 жылдың басында Великий Луг аймағында қорғаныс және шабуыл шайқастарына қатысқан. Ал Невель қаласы маңында қиян-кескі ұрыс қазақ атқыштар бригадасының қайсарлығын елге танытқан. Великий Луг үшін болған шайқаста жаудың қарсы шабуылын тойтарған бригада Невель қаласын алуға қатысып, Большой Иван және Каратай көлдерінің аралығында аса қиын қорғаныс ұрыстарын жүргізеді. Наша 100-я бригада где-то вот с той стороны находилась, вот
наши порядки, вот как раз от озера Каратай. Немецкие вот здесь, потому что вот это запад, и вытесняли в северо-западном направлении, вот сюда примерно вот так, в сторону немножко западнее на Высокольник бригада продвигалась. Вот. И поэтому здесь, конечно, так вот окопов не сохранилось, таких у подножья высоты только есть они. А основные, конечно, здесь все разворачиваются с восточной стороны. Там очень много окопов, целая сеть, это немецкие окопы, наши их просто выбили оттуда. Вот. Но если так смотреть, то, скорее всего, так было. Вот с этой стороны окопов, которая у нас будет левее, находилось отделение Маншук-Маметовой, а сюда вот правее окопы, это вот Сулейменов находился, снайпер как раз. Вот они эту высоту отстаивали. Невель, Великий Луки, Новосокольники стратегиялық үшбұрышын қолдан бермеу үшін әккі жау жан берсіп жан алысты. 3 жылдай неміс әскері мұнда әбден бекіді. Өйткені Гитлердің солтүстік пен орталық армиясына барар үшбұрышы осы жер болды. Невель қаласын жаудан босатқаннан соң қала аймағында қиян-кескі ұрыс болған. Тіпті жау шабуылы авиациямен жалғасып сұрапыл шайқасқа ұласқан. Так как бригада при взятии Невеля и при боях здорово вот израсходовал свой боезапас, поэтому экономили патроны. И то же самое, 2 батальона, которые захватили эту высоту, стали потихоньку отходить в укрытие, потому что, стрелять было нечем. Но остались только на высоте, на самой верхних траншеях, отделение Маншук-Маметова, старшего сержанта, с 3 пулеметами «Максим». Они как раз занимали левую часть, а правую часть занимал снайпер Сулейменов Ибраим. У него было 2 снайперских винтовки, был автомат и 2 противотанковых гранаты, и 3 окопчика. Вот он по ходу сообщения передвигался, то из одного окопчика стрелял по наступающим, прижимал к земле, потому что пулеметом помогал, в основном смотрел офицеров, то из другой винтовки стрелял. Но потом постепенно немцы применять начали минометы, и много погибло из отделения людей. Последнего Маншук-Маметова отправила, чтобы боеприпасов попросить для пулеметов, и он упал прямо в окопе, этот солдат у Ибраима. И он перевязать его не мог, потому что шел бой. Вот, а потом все, от отделения никого не осталось, одна Маншук. И тут тоже мина разорвалась, ее ранило в голову. Вот. Ибраил кричал: сестренка, стреляй, стреляй. А немцы все-таки поняли, что уже на высоте народу почти не осталось к вечеру. И осмелели, пошли в наступление, но тут все-таки в сознание пришла Маншук, опять скосила вот очередную наступающую цепь. И еще одна мина взорвалась, и все. Она фактически погибла в этот момент. Әсіресе Заивания деревнясы үшін болған шайқастың Мәншүк үшін соңғы ұрыс болғанын тарих айтады. Бекіністерге әбден орналасып, бекіп алған фашист жауынгерлері ештемеден аянбайтынын көрсеткен. Біздің жауынгерлер осыны сезгеннен кейін қулыққа да көшкен. Таңертеңгі 6-да бірде-бір оқ атпай деревняға енген. Бұл әрине немістерге төбесінен жай оғы түскендей болған. Осы ұрыста біздің батальон көп шығынға ұшыраған. Ертеңіне батальон артиллерияның көмегімен ұрысқа қайта кіріседі. Жау қорғанысына біздің жауынгерлер 3 жақтан шабуыл жасаған. Қиян-кескі шабуылда гранаталар, сапер күрегі, штык бәрі қолданылып, бетпе-бет ұрыс басталып кеткен. Осы күні 173-те 7 биіктігінде де қатты шайқас болған. Міне осы биіктік үшін шайқаста Маншук-Маметова мерт болады. Міне осы биіктікте Қазақтың қаһарман қызы Маншук-Маметова неміс басқыншыларымен шайқаста қаза болған. Міне мына жердің бәрінде толып кеткен окоптар. Мүмкін мен жатқан мына бір окоп Маншук-Маметованыңкі болар деген ойда отырған жайымыз бар. Псков облысында, оның ішінде Невель, Новосокольники, Великий Луки аймағында бауырластар зираттар өте көп. Бұл осы маңайда сұрапыл соғыстарда болғандығының бір куәсі. Маншук-Маметова ерлікпен қайтыс болған биіктікте батырға және басқада мерт болған жауынгерлерге арнайы белгі орнатылған. Ал Қазақтың батыр қызы полковник Әбілқайыр Баймолдиннің шешімімен Невельдегі бауырластар зиратына қайта жерленген. Жаңадан ашылған ескерткіш
Ибраим Сүлейменов, Мәншүк Мәметова, Абылқайыр Баймолдинге соның қасында тұрмыз. Оны біздің павлодарлық жерлесіміз Жұмабек Хамзин өзінің осы бір-екі бұрын келіп, осы жердегі біздің жатқан жерлестеріміздің бәрінің ескерткіштерін жаңартып, осы бүгінгі күнге жеттік. Көп рахметімді айтамын. Керемет етіп жасаған, бәрін керемет етіп реставрация жасаған. Анау бұрыннан жасалған памятнигінде де болдық. Оны қалай астынан мраморменен әшекейлеген. Сосын өзінде сондай жаңартқан. Невел қаласында Мәметов атындағы көше тігін фабрикасы бар. Қаланың орталығында шұғыласы аймен күнге шағылысқан Мәншүктің еңселі ескерткіші тұр. Келушілерге менмұндалап, күнде келіп ескерткішке тәу етуі ресейліктер үшін дағдыға айналған. Памятник Маншук Маметова открыли тогда, когда я еще училась в школе. И нам говорили, что это дочь казахского народа, погибла, освобождая город Невель. Ну и поэтому чтим память как вашей дочери, вашего народа, так и своих, потому что у меня отец и мать воевали, и дед воевал. И, конечно, в нашей семье это святое, память о погибших. Каждые выходные ходим с детьми гулять сюда, возлагаем цветы, конечно, ну и своим детям, внукам тоже внушаем. Вот, когда открывали, реставрировали памятник, внук мой старший стоял здесь тоже в почетном карауле. Ну и в семье нашей очень чтут память, конечно, потому что война это священно для наших родителей было и для нас тоже. Волнуюсь. Маншук Маметова – это казахская пулеметчица. Она билась за нашу победу. Я хочу ее поблагодарить за победу, за мир. Батырдың бұрынғы ескерткіші бар ғой деп тоқмы елсімей, павлодарлықтар Мәншүк пен Ибраимге, жерлестері Әбілқайыр Баймолдинге ұлы жеңістің 65 жылдық құрметіне граниттен 3 ескерткішті ашып, отандастарын ешқашан ұмытпайтынын тағы да көрсетті. Қадасы да қатар, қабірі де қатар, Қазақтың даңқты ұлы Әбілқайыр мен қаһарман қызы Мәншүктің бір зиратта жерленгеніне таңғалмасқа болмайтындай. Бұл әрине елі ортақ, жері ортақ, жан дүниесі ортақ екендігінің белгісі. Неміс басқыншыларымен шайқаста осы Невель маңында қада болғанына 70 жыл толса да, жерлес бауырларымызға жатқан жерлерің жарық болсын дегіміз келіп тұр. Адамдаттың санасына мәңгі өшпесте із қалдырып, сұрапыл соғыста ер азаматтармен бірде ерлік көрсетіп, қаһармандықпен мерт болған Мәншүк Мәметоваға Невельдік ақын Олег Болдышев «Девочка Маншук» атты поэма арнаған. Девчонка осталась былинкой тонкой степною, такую и ветру легко ни во что поломать. Гонимая горем, ранимая горькой тоскою, кто может всем сердцем ребенка понять? Осы поэмада қазақ қызының байтақ даласы мен қазақтың әуенімен байланысы, ерлікке талпынысы, елін қорғауға деген құлшынысы суреттеледі. Сөз құдірет, тіл еріккеннің ермек емес деген Абайдың сөздерін қолдана отырып, ел қадірін, жер қадірін білдіреді. Ресейліктердің қазақтың батыр қызын қатты құрметтеп мадақтайтынының куәсі болдық. Міне жат елде өзін сыйлата білген қазақтың қаһарман қызы Мәншүкке өз елінде қандай құрмет көрсетсе де артық емес. Құрмет айта берсе таусылмас. Елімізде Мәншүк есімді қыз балалардың көбеюі міне соның айғағы. Іле Алатауының шыңына орналасқан Мәншүк Мәметов атындағы көл бар. Көл теңіз деңгейінен 3500 метр биіктікке орналасқан. Қар басқан асқақ Алатаудың шыңындағы көлдің батыр қыздың есімімен аталуы қаһармандықтың, даралықтың, батырлықтың тым биік екенін көрсететіндей. Ерлік даңқы жоғары деген осы.